Assalamualaikum қазақ елі, туған туыс, бауырлар. Мен сіздерге өзім енді бірталай жылдық диқан болғаннан кейін диқандарға қолайлы жермен айналысатын адамдар үшін өзімнің бір құрылғымды таныстырайын деп отырмын. Мінекейіңіз. Мынау көшет егетін құрылғы. Мінекей. Міне. Осындай ашылады. Бұл қалай істетеді дегенде бұл көшетті былай саламыз да, міне. Көшет деп қояйық, енді әзір көшет жоқ қой. Міне мынадан саламыз. Міне. Міне. Бұл жерден салып отырамыз көшетті. Бисмилла. Осылай жалғастырып отырамыз. Міне. Бұл бірінші құрылғымыз енді таныстырып отырған. Бұл көшет егуге помидор, бұрыш, баклажан секілді көшеттерді егуге істетіледі. Ал енді тағы да бір екінші көшетімді бұны атын екпеші деп қойдым. Еккішпек болған екен. Бұл екі жаққа шығады мінекей. Енді бұда сонымен ұқсас былай ұрамыз. Мінекей. Төбесінен саламыз көшеттерді. Міне. Мінекей. Бұл помидор, лазы, баклажан бәріне болады. Өте қолайлы. Өстіп жалғастырып кете білесіздер. Ал енді бұл үш жаққа ашылатын, екі жаққа ашылатын. Енді мен тұқым егетін. Бұл арнайы тұқым егу үшін дарбыздың тұқымы, асқабақ, қияр секілді нәрселердің тұқымын егуге болады. Енді мен міне бұның несі мынандай. Мінекей. Тесігі көрінеу. Міне осылай. Міне жерге тұқымыңызды сап қоясыз, дарбыз болса дарбыз. Жерге былай саласыз да тұқымды салып егіп міне. Бүйтіп саласыз да. Bir taldan iki taldan kete veririz. Mine. Osılay tukumunuzda yegip kete veririz. Darbız, asqabaq, silitira beruge de kolaylı. Mine osunda ekкен құрылығы. Менің атым Бақытжан Әлібекұлы. Жаркент ауданы Кіші Шыған ауылында тұрамын. Егер керек болса өздеріңіз заказ берулеріңізге болады. Нөмірім 8702 159 78 89. Хабарласыңыздар.